Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сыртта қытырлақ, іші жұмсақ, өте сочный, дәмді самса жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге сары май керек 200 грамм. Сары майымызды онымен бірінші араластырып аламыз. Сосын 150 граммдай айран құямыз. Және тұз, қопсытқышымызды салып алып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тыңғанша біз салмамызды дайындайық. Ол үшін бізге фарш, құйрықтың майы және пияз керек. Және тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Осы қамырды біз 20 бөлікке бөлеміз. Отыз 35-40 граммнан болады әрқайсысы примерно. Самсаны любой формада түйсеңіздер болады. Мен бүгін мынандай формамен жасауды ұйғардым. Әрқандай қылып жасай беруге болады. Құрметті достар, каналымызға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің комментарийларыңызға жауап береміз әрқашан. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына үлес құқтеріңізді қосыңыздар. Күнжутымызды сеуіп, жұмыртқаның сарысын сеуіп, духовкада пісіріп алдық. 180 градусқа 30 минуттай. Енді өздеріңіздің нелеріңізге қарайсыздар. Қалай пісіреді өздеріңіздің духовкаларыңыз. Міне дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Осы самсадан кейін біздің балалар қатпарлы самсаны жегісі келмей қалды. Бұл қамыры еще пирожки жасауға да келеді. Осындай духовкада әртүрлі салма салып, бәліштер жасасаңыздар болады осы қамырменен. Әдемі қамыр, әдемі болады. Жасап көріңіздер, міне. Әдемі ғой, әдемі. Қазір мен сіздерге ішін ашып көрсетейін. Ай, ыстық. Міне, өте дәмді, іші полный піскен.